Қайырлы күн достар, бүгін біздер өте дәмді рагу әзірлейтін боламыз. Ол үшін картопты ірілеп турап аламыз. Пиязымызды да дәл видеодағыдай тураймыз. Морковты, болгарский перецті және де етті дәл видеодағыдай турап аламыз. Енді қызып тұрған майға пиязымызды салып қуырамыз. Оның үстіне етімізді саламыз. Етіміз аздап қуырылғаннан кейін пісуге жақындағанда болгарский перецті және де сәбізді саламыз. Екі ас қасық томат саламыз және аздап су құямыз. Суды көп құймаңыздар. Міне 10 минуттан кейін осылай картопымызды саламыз. Дәмдеуішімізді, бұрышымызды саламыз және де жақсылап араластырып, бетін жауып 15-20 минутқа қойып қоямыз. Міне өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де достар, біздің арнамызда осындай тегін мастер-класстар бар.